Сәлем достар, бүгін сіздерге өте ерекше ыстық тағамның рецебімен бөліскім келіп тұр. Котлет, тефтелидің қарапайым түрін жасай бергенше, осы әдіспен жасап көрсеңіздер, өте ерекше әрі сондай дәмді болып шығады. Сондай оңай жасалады, сонымен қатар кейбір құпиялар бар, оны жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл рецепті дайындау үшін азық-түліктер көріп тұрғандарыңыздай өте қарапайым. Барлық азық-түліктердің мөлшерін видеоның астында описаниеден көре аласыздар. Ең алдымен картошканы осылай майда бөліктерге бөліп шығамыз. Және пиязды да осылай майда бөлшектерге бөліп шығамыз. Соңында барлығын блендермен езетін боламыз, сондықтан пішіндері әртүрлі болса да жарайды. Келесі сарымсақты да тураймыз. Барлығын ботқа тәріздес болғанша блендермен еземіз. Барлығын езіп болғаннан кейін үстіне фарш саламыз, және де панировочный сухаридің 1,5 ас қасықтай саламыз, және де 1 жұмыртқаны жарып саламыз. Ас көкті өте майда етіп турап шығып, оны да салманың үстіне саламыз. Дәміне қарай тұз салып, барлығын қолдың көмегімен жақсылап тұрып еземіз. Мінекей біздің салмамыз осындай консистенцияда дайын болды. Келесі қызып тұрған майға сұйық май құйып, бір пиязды майдалап 4 бұрыштап турап, қызарғанша араластыру арқылы қуырамыз. Оның үстіне болгар бұрышын да 4 бұрыштап турап, салып 5 минуттай қуырамыз. Оның үстіне қызанақты 4 бұрыштап турап салып, оны да 5 минуттай араластыру арқылы қуырамыз. Барлығын орташа отта қуырамыз. Келесі күрішті тазалап жуып, үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қуырылып болған көкөністердің үстіне томат пастасын салатын боламыз. Видеода көрсетілгендей үстіне су құямыз. Подливіміз өте ерекше болып, аппетитный болып, дайын болуға жақын қалды. Енді дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып, бетін жабамыз. Подлив орташа отта қайнап жатқан кезде біз кірпішешен тәріздес котлеттерді дайындайтын боламыз. Сопақша етіп етті формасын жасап, әбден қолда ұрғылаймыз. Одан кейін күрішке аямай осылай аунататын боламыз. Күріш фаршқа көп мөлшерде жабысу қажет. Дайын болған кірпілерді табаға саламыз. Барлық кірпілерді осы ретпен жасап шығатын боламыз. Менде 9 дана кірпіш шықты, көлемдерде қатты кішкентай емес, үлкен. Енді қақпағын жауып 40 минут қайнатамыз. Мінекей достар, енді нағыз кірпілер дайын болды десек те болады. Өте керемет болып шықты. Күріштер таза піскен кезде осылай көтеріліп, кірпіге ұқсас болып шығады. Енді ақырындап алып, тәрелкеге орналастырамыз. Сіздерге ортасын кесіп көрсетейін. Барлығы таза піскен, өте сочный болып шыққан, дәмі деген енді өте керемет. Сіздерге осы рецепт ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін дәл қазір каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, келесі кездескенше.